Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар және оқушылар. Мен Айбелдаева Алубала Әбдімұратқызы, Нұр-Сұлтан қаласы Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының арт дизайн бөлімінің визаж мұғалімімін. Бүгінгі өтетін сабағымыз ол түнгі макияж, яғни вечерний макияж, плетье деп аталады. Ол үшін бірінші бетімізді жақсылап сүртіп аламыз және келесіде крем жағамыз. Бетімізді бірінші жақсылап сүртіп аламыз мицеллярный водамен, содан кейін крем жағамыз. Келесі кезекте крем жағамыз немесе база жағамыз, яғни ол тональный кремнің астынан қолданылатын нәрсе. Осылай. Келесі кезекте біз тональный крем жағамыз. Тональный крем біздің өзіміздің кожамызға байланысты болады. Тональный кремді де тура сол кремнің бағытында немесе база жаққан бағытта жағамыз. Кожамызға сіңдіреміз мұқият. Және де тональный кремді мойнымызға дейін жағамыз. Себебі бізде мойнымызға дейін жағылу керек. Өйткені бетімізде мойнымыз бір-біріне ұқсау керек. Келесі кезекте пудра, яғни тональный кремнен кейін біз міндетті түрде пудра жағуымыз керек. Өйткені бетіміз жылтыра алмайды және бетімізге пудрамен фиксация жасасақ, бетімізге шаң тозаң қонбайды. Келесі кезекте қасқа арналған мынандай жіңішке кисточка болады, қиғаш. Мен қасыма мынандай түсті, ақшыл түсті түйін аламын. Себебі менің шашымның түсі ақшылдау. Қасымызды осындай майда штрихпен бояймыз. Формасын келтіреміз. Мына қасымызды болдық. Енді біз консилердің көмегімен, консилер болмаса немесе тональный кремнің көмегімен біз қасымызды жөндейміз, артық шектерін. Осылай ақырын ғана жөндеп шығамыз. Міне менің қасым дайын. Енді келесі кезекте көзімізді бояймыз. Көзімізге мынандай түсті карандаш аламыз. Сіздер білесіздер, бізде бананный технология сияқты тура біздің көзімізде де сондай петля деген, ол плетье деген, ол осылай тура сондай сызық сызамыз. Міне осылай етіп көзіміз сызамыз. Енді мынау біздің қасқа арналған кисточканың көмегімен біз бұны растушевка жасаймыз. Растушевка деген не екенін сіздер білесіздер, оқушылар. Осылай майда растушевка тура бұл да сыртына кетеді. Плетье деген бұл тек үлкен көзді макияждарға өте жақсы шығатын. Осылай растушевка жасаймыз. Міне карандашты осылай растушевка жасап алдым. Енді осы кисточканың көмегімен мына түсті теңді тура сол қараның үстінен осылай жағамыз. Мына қараңыздар, мен теңмен растушевка жасадым. Енді келесі кезекте мынандай қоңыр түсті теңді кішкене осыдан ары қарай растушевка, легкий растушевка жасаймыз. Яғни бананный технология бізде осылай жартысынан болса, плетье деген бұл ұзыннан созылады. Мына қараңыздар, осылай жасалады. Енді келесі кезекте көзіміздің ішіне консилер жағамыз, яғни мына ортасына консилер жағамыз. Өте әдемі, мұқият, осылай жеңіл растушевкамен жағамыз. Міне осылай консилер жақтық. Енді келесі кезекте біз мынандай ақшыл түсті тень жағамыз. Міне көзімізге алды жағына ақшыл түсті тень жағамыз. Мына қараңыздар, теңді қолдандым. Енді мына жақ шетіне мынандай фиолетовый тень
Мен мынандай фиолетовый тең қолданамын. Мына көзімізді боядық. Енді ең алдына мынандай жылтыр қолданамыз. Көзіміздің астына да дәл солай қайталаймыз, яғни карандашпен. Оны мұқият растушевка жасаймыз кисточкамен. Карандашты және үстіне қоңыр тен жағамыз. Мынау қоңыр тенді жағамыз үстіне. Міне біздің көзіміз дайын. Енді біз подводка сызамыз. Подводканы, яғни көзін тек міне кірпіктің үстінен сызып шығамыз. Мына қыздар, мен подводка жақтым. Енді келесі кезекте туш жағамын. Астына және үстіне мұқият жағамыз. Мына қыздар, мен тушты бәрін жақтым. Енді біз скуланы жасаймыз. Скуланы білесіңдер, құлақтың ортасынан жасаймыз. Скуламызды жасап алдық. Енді келесі кезекте біз хайлайтер жағамыз. Енді келесі кезекте біз карандаш қолданамыз ернімізге. Ең бірінші ерніміздің сыртынан сызамыз. Мен ерніміз сызып алдық. Енді мен мынандай түсті помада қолданғым келіп тұр. Ерніме кисточканың көмегімен мен осымен макияжым аяқталды. Бұл летя деп аталады.